Сәлем достар, бүгін сіздермен ең оңайы үгітілмелі рогаликтердің рецебімен бөлісемін. Ең алдымен ұнымызға қопсытқышты, қаймағымызды, сары майымызды салып, қолмен қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін оны салафанға немесе пищевая пленкаға салып, холодильнигімізге 30 минуттай қойып аламыз. Кейін алып 4-ке бөлеміз. Және осылай дөңгелек жасап аламыз барлығын, қолмен дөңгелектіп. Біреуін алып, қалғанын сала тұрамыз холодильникке. Біреуін астына шамалап ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен дөңгелектеп жаямыз. Жұқалап жаямыз, оны видеода көрсетілгендей бөліктерге бөлеміз. Және осыған салмасын салып, видеода көрсетілгендей орап шығамыз. Салмасына қалауларыңыз бойынша салуларыңызға болады. Мысалға нутелла, шоколад, грек жаңғақтары, вареная сгущенка. Қалауларыңыз бойынша сала бересіздер. Менде вареная сгущенка дәмі өте керемет болып шықты. Міне осылай жасап шығамыз. Жасап болғаннан кейін формамызға пергамент қағазын төсеп, соған орналастырамыз. Және қызып тұрған 180 градустық пеште 15-20 минут беті қызарғанша пісіріп аламыз. Міне біздің рогаликтеріміз дайын, өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Видео ұнап жатса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет, ас болсын.